Баршаңызға сәлем достар. Дәл осылай күтіріліп тұратын, өте дәмді болып шығатын, әрі ешқандай да атылмайтын, банкіңіз мутныйланбай бір жасағаннан шығатын өзімнің банка жабудың рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде осы видеоның соңына дейін қарап, каналым пайдалы болып жатса, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен мен осындай таза жаңадан губка бастап, қиярларымды жақсылап осылай тазартып, сыртын қырғыштап жуып аламын. Содан соң қиярдың осындай екі жақ басын барлығында алып тастаймын. Содан соң мұздай суға қиярларды кем дегенде 2-3 сағатқа, немесе ұзақ дегенде 5-6 сағатқа батырып қоямыз. Әдеттегідей мен банкаларды жақсылап ас содасымен жуып, бірнеше қайтара шайып, және осындай қалпақтарында ыстық суға 5 минутқа қайнатып аламын. Және банкымызды де стерилизейміз. Банкымыз тазаланып жатқан сәтте осындай ас көкті, яғни укропты мен осындай ыстық қайнап тұрған суға бөлек өзін құйып салып қоямын. Сондай-ақ банкыға қажетті заттардың барлығын санап есептеп, барлығын бір ыдысқа салып, бұл жерде менде сарымсақ, лавр жапырағы және үлкен бұршақ бұрыш. Осының барлығын бір ыдысқа салып, ыстық жана қайнап тұрған суды үстіне құйып 5 минутқа қоямын. Енді банкымызға ең алдымен ас көгімізді ең түбіне саламыз. Сондай-ақ 2 литрлік банкіге 3 лавр жапырағын және 7-8 сарымсақты саламыз. Сондай-ақ 8 бұршақ бұрышты саламыз. Мінекей, сіздерге көрініп тұр деген ойдамын. Айта кететін жайт, бұл банкі ыстық су моншасында тұрып, буда 7-10 минут аралығында тазаланған. Және енді осы біздің дайын тұрған таза қиярларымызды ішіне орналастыра бастаймыз. Қиярды барынша тығыз етіп, видеодағыдай орын қалмайтындай жақсылап салып шығамыз. Және ең бас жағына осылай қиярды жатқызып сала берсеңіздер болады. Оның ешқандай да ережесі жоқ. Достар, сіздерге қажетті заттардың барлық мөлшерін ұмытып қалмас үшін сіздерге описание бөліміне қалдырып кетемін. Сол жерден қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер дәл менің рецептіммен банка жауып жатсаңыз, комментарийға қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей, мен қиярларымды осылай сыйғанша тығыздап салып шықтым. Бетін жауып бір шетке қоя тұрамыз. Және қалған банкілерімізге де дәл осындай этаппен барлығын қиярларымызды салып шығамыз. Қиярларды салып болған соң ыстық тарсылдап қайнап тұрған суымызды әр банкымызға құйып, беттерін жауып 20 минутқа немесе жарты сағатқа қалдырамыз. Жарты сағат уақыт өткен соң мен осындай арнайы қалпақшамен кигізіп, қиярдың суларын төгіп шықтым. Осы төккен суды кейбір кісілер екінші қайтара тағы да бір қайнатып қиярдың үстіне қайтадан құйып жатады. Мен олай пайдаланбаймын. Қазір сіздермен өзімнің бұрыннан пайдаланып келе жатқан әдісіммен бөлісемін. Мінекей, енді 2 литрлік банкіге 2 ас қасық толтыра тұз салып шығамыз, ал 1 литрлікке 1 ас қасық саламыз. Және қантты 2 литрлік банкілерге 1 ас қасық толтыра саламыз. Міне, менде шеткі банкі 1 литрлік, оған жарты ас қасық қант салдым. Келесі кезекте мен аспирин салмаймын. Кейбір кісілер аспирин салып жатады, атылып кетпес үшін. Енді әркім әрқалай банкіні жабылғандықтан мен уксусты пайдаланамын. Кәдімгі 70% уксусты 1 шай қасықтан құйып шығамын 2 литрлікке, ал 1 литрлікке жарты шай қасық құйып, үстіне тағы да жаңадан қайнатып аламын суды. Содан соң үстіне құйып, банкімізді осындай банк жапқышпен жаба береміз. Мінекей, осылай жақсылап жапқаннан кейін банкімізді толық жапқанына көз жеткізіп, банкіміз өте ыстық болған соң осылай майлықтың көмегімен ұстасақ болады. Және осылай тексереміз, ешқандай да су болмауы тиіс. Егер банкіңіз құрғақ болып шықса, сіздің банкіңіз дұрыс жабылды деген сөз. Дәл осы ретпен барлық банкімізді жауып, тексеріп, және де тұзы ерігенше үстеліміздің үстіне осылай домалатып аламыз. Тұзы әбден ерген соң банкімізді төңкеріп осылай қоямыз, және бетін жылы осындай көрпешемен жауып қойсаңыздар болады.
Осымен біздің қысқа сақтайтын банкіміз, тұздалған қиярымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде дәл осы рецептімен жасап көріңіздер. 2-3 күн уақыт өткен соң арнайы салқын жерге, сақтайтын жеріңізге жинап қоя берсеңіздер болады. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Мөлдір.